Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақ тіліндегі жалғыз спортшы әлі YouTube арна ERA-X. Видеоны көрместен бұрын видеоға лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Әлем чемпионатына өзге ел атынан қатысып жатқан қандастарымыз. Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласында өтіп жатқан күрес түрлерінен әлем чемпионатында өзге елдің атынан бақ сынайтын қазақ балуандары бар. Көрші Өзбекстан мен Қытайдан бөлек мұхиттың арғы бетіндегі Бразилия елінің сапында да спортшыларымыз өнер көрсетіп жүр. Марат Гарипов, Тараз қаласының тумасы. Спорт түрі грек-рим күресі. Қазіргі азаматтығы Бразилия елі. Олимпиада ойындарында өнер көрсетуді арман еткен Марат қазіргі таңда Латын Америкасында өмір сүріп жатыр. Қазақстанның атынан Олимпиадаға қатыса алмайтын жақсы түсінген палуан Бразилия Федерациясының жасаған ұсынысын қабыл алып, сол жерде еңбек етуде. 2016 жылы бала кезгі арманына бір табан жақын болған, бірақ Рио-де-Жанейрода өткен Олимпиаданың алдында ауыр жарақат алып, дүбірлі доданы өткізіп алды. Ендігі мақсаты 2020 жылы өтетін Токио Олимпиадасы. Бразилия құрамасының сапында Нью-Делиде өткен әлем біріншілігінде қола алды. Ал өткен жылы Перуде ұйымдастырылған Пан Америка чемпионатында жүлдегерлер қатарынан көріне білді. Уәлихан Серікұлы, Қытай құрамасы сапында да қазақ балуаны бар. Ол Қытайдың Шыңжан өлкесі Тарбағатай аумағында туып өскен. Грек-рим күресінен 60 келіге дейінгі салмақта белеседі. Аспан асты елінің ішкі біріншілігінде 2 рет қола жүлдеге қол жеткізген. 2017 жылы Қытай спартакиадасында қола медаль алып көзге түскен. Содан бері қытайлық бапкерлердің көңілінен шығып Индонезиядағы Азия ойындарында бақ сынады. 2018 жылы Венгрияның Будапешт қаласында өткен күрес түрлерінен әлем біріншілігінде үздік үштіктен көрінді. Айта кетерлігі, Уәлиханмен бірге қазақстандық балуан Айдос Сұлтанғали да жүлдегерлер қатарынан көрінген еді. Елмұрат Тасмұратов 1955 жылға дейін Қазақ КСР Шымкент облысына кірген Бостандық ауданындағы Қызылту ауылының тумасы. 1991 жыл туған Елмұрат 13 жасында елге оралып, Бекзат Сатарханов атындағы мектеп-интернатта білім алады. Күреске икемі бар болғанымен, құрама бапкерлері түрлі сылтаулармен оны шақыртпайды. Ұлттық құраманың сапына іліне алмаған Елмұраттың өзегін өкініші өртеп, Өзбекстанға қайтуға бел буады. Қазір Өзбекстанның атынан сынға түсіп жүрген Елмұрат біраз белесті бағындырып үлгерді. 3 бірдей әлем чемпионатында 3 түрлі салмақта жүлде салды. Бұдан бөлек 6 мәрте Азия чемпионатында жүлдегерлер қатарынан көрініп, оның 4-еуінде алтыннан алқа таққан. Мансабындағы ең үлкен жетістігі деп 2016 жылы Олимпиада ойындарының қола жүлдесін айтуға болады. Нұр-Сұлтан қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында 63 келіге дейінгі салмақта алтыннан басты үміткерлердің бірі. Шетелде еңбек етіп жүрген қандастарымызға Жұматай Шубаевты да қосуға болады. Қазақстанның Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Жеңіс ауылының тумасы. 30 жылдан бері Беларусь елінде өмір сүріп жатқан ол еркін күрестен ұлттық құраманы баптайды. Сондай-ақ Гроднеск облысының бас бапкері қызметін атқарады. Ширек ғасырдан астам еңбегі Беларусь елінде бағаланды. Жұматай Шубаев қазір Беларусь Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Ұзақ жылдан бері шетелде тұрса да, отанынан қол үзіп қалған жоқ. Сондықтан соңғы 2 жылда Қазақстан мен Беларусь құрамалары бірлескен бірнеше оқу жаттығулары жиынын өткізген. Алматыда, Таразда екі елдің спортшылары бірге дайындалып тәжірибе алмасты. Сіздермен бірге болған қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Күн сайын жаңа видеолар біздің арнаға шығып отырады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше.